кеше желкем ұстап қалып қимылдата алмай қалдым ғой мойнымды. Көзімді аша алмаймын, мына төбем, маңдайым, қол тигізбестей ауырып. Содан май жақтым, ештеңе көмектеспейді. Сосын жаттығу жасадым. Өзім бір естіген жаттығуларым бар еді, бірақ бұны көп жасауға болмайды. Соны жасап қана ұйықтадым ғой, әйтпесе ұйықтай да алмадым. Басым кәдімгідей тырысып қалып бүйтіп сіресіп. Мойным бәрі. Былай істейміз. Басты бүйтіп созамыз. Қолымызбен басты итереміз төменге қарай, а басымызбен жоғарыға қарай тартыламыз. Сонда бір күш пайда болады, өздеріңіз сезесіздер. Жай ғана бүйтпейсіздер. Кәдімгідей басты жоғарыға қарай көтеруге тырысасыздар, ал қолмен басты төменге қарай басуға тырысасыздар. Міне. Так, ұзақ істеуге болмайды. Міне, осылай істедіңіз бе? Одан кейін қолыңызбен басыңызды алға қарай, бірақ бұнда да басыңызбен артқа қарай, жоғарыға қарай итерілесіз. Жай ғана бүйтіп баспайсыз. Кәдімгідей бас пен қол бір-біріне қарама-қарсы күш болу керек. Сонда мына жер тартылады кәдімгідей. Көп істеуге болмайды. Сосын кейін артқа қарай қолымызды былай ұстап аласыздар да, басты созамыз бүйтіп. Созамыз да, мына өзі бұлшық ет сезесіздер, қай бұлшық ет екен. Сол қалай созу керек екенде өзіңіз кәдімгідей сезесіз де, сол жаққа қарай бұрасыздар. Міне. Бұлай істеуге болады. Бұлай істеуге болады. Әрине бұлай істейміз. Ұстап алып бұлай тартамыз. Мен мына жағым ауырғандықтан осы жақты көрсетіп тұрмын. Негізі бұл жаттығуды күнде жасап тұру керек екен. Үстіп екі қолмен де істеуге болады. Міне бұлай. Қалай күшті. Негізі бұны күнде жасап тұру керек. Үстіп жеңілдеп қаласыз. Содан ұйықтадым ғой. Басқа ештеңе көмектеспеді. Жасап көріңіздер. Сіздерге де көмек тиіп қалар.